Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы Word мәтіндік редакторы. Бүгінгі сабақтан мәтін теру ережесін сақтай отырып, мәтінді өңдеуді үйренетін боласың. Көптеген мамандық иелерінің жұмысы мәтінмен байланысты. Компьютерде мәтін теру, өңдеу мен сақтауда оңай орындауға болады. Компьютерде мәтін теру үшін мәтіндік редактор қолданылады. Редактор дегеніміз латын тілінен аударғанда ретке келтіру, мәтінді тексеретін, түзету жасайтын маман. Балалар, сендер 2-ші сыныпта танысқан WordPad мәтіндік редакторы бұл Windows-тың стандартты программалар жинағына жатады. Программада күрделілік құжат жасауға керекті құралдар жетіспейді. Мәтіндік редактордың түрі көп. Солардың арасынан мүмкіндігі жоғары Word мәтіндік редактормен танысамыз. Балалар, мына берілген түйін сөзді дәптерімізге жазып алайық. Word мәтіннен тұратын құжаттарды дайындауға арналған мәтіндік редактор. Microsoft фирмасының офиске арналған программалық өнімі. Word мәтіндік редакторының көмегімен кесте, сәндік мәтін, фотосурет тағы басқа объектілерден құралған құжаттарды редакциялауға және басып шығаруға болады. Программаны іске қосу үшін командаларды төмендегідей ретпен бастаймыз. Яғни, пуск, C программы, оның ішінде Microsoft Office және Microsoft Word. Word редакторының терезесі WordPad терезесіне ұқсас. Екі редактордың негізгі айырмашылығы тек олардағы мәтін өңдеу құралдарының мүмкіндігінде. Мәтін теру ережелеріне файлды ашу, сақтау, көшіру, кірістіру, түрлі түсті қаріптер мен жұмыс құралдарында айырмашылық жоқ. Яғни бұл Word редактор терезесі және WordPad редакторы терезесі. Мәтіндік редакторда жаңа құжат құру, сақтау мен ашу жиі қолданылады. Жаңа құжат құру үшін файл, құру, жаңа құжат құру командаларды орындаймыз. Құрған құжатты алғаш рет сақтау үшін файл, сохранить как командасын орындаймыз. Және сақталған құжатты ашу үшін файл, открыть командаларын орындаймыз. Мәтіндік редакторда мәтін теру ережелеріне тоқталып өтейік. Бас әріпті енгізу үшін Shift пернесін басып, жібермей ұстап тұру керек. Бас әріптерден тұратын бірнеше сөзді жазу үшін Caps Lock пернесін басып қосамыз. Тыныс белгі мен сөздің арасында бос орын қойылмайды. Бос орын тыныс белгіден кейін қойылады. Мысалы, кітап, дәптер, қалам. Сөздерді тырнақша немесе жақшаға алып, жазғанда бос орындармен ажыратпайды. Мысалы, информатика журналы. Меңзерді жолдың басына home, ал жолдың соңына end пернелерінің көмегімен жылжытуға болады. Балалар, барлығы түсінікті болса, енді практикалық жұмыс жасап көрейік. Мына берілген өнер туралы әңгіменің мәтінін Word редакторында теру керек. Мәтіндік редакторды алдымен іске қос. Одан кейін жаңа құжат құр. Және жұмыс алаңының ортасына тінтуірмен шертіп, өнер деп тақырыбын тер. Мәтін теру ережесін сақтай отырып, өнер мәтінін тер. Терген мәтінді сақта. Балалар, келесі берілетін тапсырма Word редакторындағы құралдардың суретіне қарап,
Қандай қызмет атқаратын болжа. Кесте құрып, дәптеріңе жаз. Одан кейінгі тапсырма, суретте балалар бейнеленген. Балалардың іс-әрекеттерін сипаттайтын 2-3 сөйлем құрастыр. Балаларға ат қой. Сөйлемді мәтіндік редакторда тер. Мәтіндік файлды мейірімділік атауымен сақта. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.